Келер жылы ұлттық бірыңғай тестілеу тапсырудың жалпы форматы сол күйінде қалады. Дегенмен қосымша өзгерістер де бар. Атап айтсақ, 2019 жылдан бастап жоғары оқу орнына ақылы негізде түсу үшін тестілеу жылына 4 рет өткізіледі. Оның алғашқысы қаңтарға жоспарланып отыр. Емтиханға қатысу жөніндегі өтінім желтоқсанның 1 мен 15 аралығында қабылданады. 2017 жылдан бастап ОБТ тек жоғары оқу орнына түсу үшін қажетті сынақтың түрі болып қалды. Яғни 2002 жылдан бастап ОБТ енгізілген болса, 2002 жылдан 2016 жыл аралығында мектепті бітіру қорытынды аттестаттаудың нәтижесі балаларда таңдау болса, не ОБТ, не мемлекеттік емтихан тапсыратын болатын болса, ал қазіргі кезде барлық бала мемлекеттік емтихан тапсырады мектеп бітіретін кезде, 11-ші сыныптың балалары. Одан кейін қалауы бойынша жоғары оқу орнына түсем деген балалар болса, онда жоғары оқу орнына түсу үшін ОБТ-ны тапсырады. Қазіргі енді осы 2018 жылдан бастап енгізілген жаңалық ОБТ тапсыру үшін балалар қаңтар айында тапсыруға мүмкіндігі бар. Желтоқсан қаңтар деп айтып жатыр, оның тура нақтысы тестілеу орталығына кіріп білуге болады. Қаңтар айындағы бірақ тапсырған ОБТ-дан өткен балалар, олар грантқа есепке ала алмайды. Ол тек жоғары оқу орнына түсуге деген ақылы түсуінде мүмкіндігі бар. Одан кейін бар, егер жоғары оқу орнына грантқа ие боламын дейтін болса, ондай оқушылар маусым айында тағы бір тапсыру керек болады. Маусым айында тапсырылған ОБТ-ның нәтижесі бойынша ғана балалар грантқа өтініш жазалады, ие бола алады, егер қорытынды алған болса. Маусым айында тағы да түсе алмай қалғанға жаңағы 50 ұпай, жоғары оқу орнына түсетін ұпай санын ала алмай қалған жағдайда тамыз айында тағы қайталап тапсыруына мүмкіндіктері бар. Бірақ тамыз айында тапсырған балалар, олар тағы да сол грантқа есепке ала алмайды, грантқа тапсыра алмайды. Ұлттық бірыңғай тестілеудегі жақсы жаңалықтардың бірі шет тілін терең меңгергендердің растайтын IELTS сынды халықаралық сертификаттары бар оқушылар шет тілі пәні бойынша ұлттық бірыңғай тестілеуден босатылмақ. Ал жоғары оқу орнының ақылы негізінде 4 мүмкіндік бойынша жеткілікті ұпай жинай алмаған үміткерлерге жоғары оқу орнында тағы да 4 айға дейін мүмкіндік беріледі. Жоғары оқу орнына не дейді? Уақытша қабылданады. Уақытша қабылданады, иә. 4 ай оқиды жоғары оқу орнында. Одан кейін тағы да қаңтар айында, мысалы осы 19 жыл оқу бітірген бала ешқандай не алмады ма, олар уақытша қабылданып қаңтарға дейін оқиды. Қаңтар айында тағы да тапсырады. Сол кезде түссе қабылданады, түспей қалса қабылданбайды. Ал білім беру грантын тағайындау конкурсына қатысу үшін оқуға түсушілер міндетті түрде маусым-шілде айларында өтетін ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысуы қажет. Сондай-ақ жоғарыда айтып өткендей шет тілін меңгеретіндігін растайтын халықаралық сертификаттары бар тұлғаларды шет тілі пәні бойынша ұлттық бірыңғай тестілеуден босату нормасы енгізілуде.